Бастауын сан мыңдаған ғасырлардан алатын бүгінде еліміздің батыс өңірінде сақталып қалған дәстүр көрісу. Наурыздың 14-і көрісу күні деп аталады. Ал халық арасында наурыз мейрамын қарсы алу осы күннен басталады. Бұл күні ауыл тұрғындары ерте тұрып, елең алаңнан жасы үлкен адамдарға сәлем береді. Көрші қолаң бір-біріне жасың құтты болсын, жасыңа жас қосылып, ғұмырың ұзақ болғай деп тілек айтады. Көрісу күні бұрынғы өкпен реніш кешіріліп, араздық ұмытылады. Көрісу тек адамдардың бір-біріне амандасып, жақсылық тілейтін, бір-бірімен қауышатын мерекесі ғана емес, сондай-ақ жас үлкендерге ізет көрсетіп, ілтипат білдіретін күн. Өйткені көрісу салты бір күнмен шектеліп қалмайды, наурыз бойы жалғаса береді. Жер бетіндегі тіршілік атаулы жаңаратын бұл кезеңді біздің халқымыз амал мерекесі деп атайды. Жыл сайын 14 наурыз амал келді, жыл келді деп бір-бірін құттықтап, бір дастарханда дәм татып, ескі жылдан жаңа жылға аман есен жеткеніне қуанған.